Армысыз көрермен, бұл бірге бір бағдарламасы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы белгілі ММА жауынгері, Алаш Прайд лигасының экс-чемпионы Рүстем Құдайбергенов. Айта кетейік, бағдарлама демеушісі Олимпиад. Рүстем мырза, қош келдіңіз студиямызға. Енді өзіңіз Астанаға көшіп келгеніңізге жарты жылдай аса уақыт болыпты. Астанаға сізді қалай қабылдады, қандай жаңалықтарыңыз бар? Енді Астанаға негізі жұмыспен ауысып келдім бұл жаққа. Өзім ағаларым, Ануар, Жамил деген ағаларым. Сол кісілер қолдап, өздері көмектесіп, сол жұмыстарына қастарына көмек шығып. Сонымен Алматыда жүрдім. Алматыдан сол кісілермен осы Астанаға көшіп келдім. Оққа қарып жұмыс істеп жатқаныңыз рас па? Оққа қарып онда прям онда емес енді. Қандай жұмыс? Водитель болып, көмекші болып, жаңағы өзім ағаларым қасында, сол кісілердің жанында. Керемет. Сіз Найза 74 турнирінде, яғни Семейде айдың соңында жекпе-жек өткізуіңіз керек еді. Қарсыласыңыз Наби Ашурлаев. Алайда жекпе-жек өтпейді деген ақпарат шықты. Оған не себеп болды? Жалпы бұл Набиді сіз мықты қарсылас ретінде көрдіңіз бе? Наби негізі маған өздері солай ұсыныс тастаған. Негізі 30 май Қарағандыда болатын турнирде сояққа неғылған негізі. Сол Наби Ашурлаевпен. Ол кезде 73 салмаққа деді. Сонымен жарайды дедім. Сонымен ол кезде де бір келісім алдық. Сонымен жарайды, Наби оған дайын емес екен деді. Салмақ қуды, үйтті бүйтті. Давай 28 июнь Семейде болатынға деді. Жарайды, мақұл деп мен қабылдадым енді. Сонымен сол 72-73 салмақ енді уақыт аз болғаннан кейін, примерно сол промежутка 72-73 салмаққа деп неғам. Бәрін келістік. Бірақ салмақ жағын айтты, Наби типа 66-тан көтеріліп жатырмын, 70-те 8 жасау керек деген сияқты сондай. Наби сізден қашып жүр ма сонда? Білмеймін, енді ол қашатын жауынгерге ұқсамайды. Ол да мықты, жақсы қарсылас. Жаңа әңгімеңізде келісе алмадық дедіңіз ғой. Нені келісе алмай жүрсіздер? Салмақпен келісе алмадық. Салмақпен. Мен салмағым қазір өсіп кеткен. Сонымен енді 23 күндей қалды, 25 күн қалды ма ол турнирға. Примерно 15 килодай түсіру кішкене қиындыққа соғады. Сонымен Найзадан көрмейміз, иә, сонда өзіңізді? Найзадан көрмейсіңдер. Көрермен сіздің сальтоңызды сағынды. Бұйырса енді ол болады жақында. Егер Алаш Прайд лигасына болуы мүмкін. Сосын жекпе-жек берсе. Келесі айда. Келесі айда Алаш Прайдқа шығуыңыз мүмкін. Либо Шымкент, либо Тараз, или Алматы. Үлкен бір турнирларда. Мынандай сұрақ сізге жекпе-жекке шығарда, сіз қарсыласқа мән бересіз бе, әлде гонорар жағына ма? Мен енді жекпе-жек менің жұмысым. Әрине гонорар жағы да қызықтырады бізді. Өткен жұмыс болғаннан кейін өсу керек, өну керек деген сияқты. Енді жауынгерлер бір жекпе-жекке дайындалған кезде жақсы ақша кетеді оларда. Бізде Қазақстанда онда көп ақша төлемейді. Сіз жекпе-жекке шығу үшін қанша ақша сұрайсыз негізі, шамамен? Енді әрқалай, әр лига әр түрлі контракт береді. Соңғы лигаларда. Жалпы дегенім ғой енді, гонорарыңыз қанша өзіңізде? Міндетті түрде айту керек қой. Енді гонорар, білмеймін енді қалай болғанда. 1 миллион. Найза, мысалы, Ашурлаевпен 2 миллион плюс 2 миллион. 4 миллион, е, шамамен? Отсаң 4 миллион, сондай. Соның ар жақтары ғой, сол сондай. Дегенмен өте қауіпті спорт тұр ғой. Бәрі қарсыласқа қарай ғой, гонорарда. Жақсы қарсылас болса, жақсы гонорар деген сияқты. Жалпы 4 миллион берсе жекпе-жекке шығасыз. Смело. Сіздің салмағыңызда Найзада титул бос тұр. Тимур Серікұлы мен Сырлапов оған таласады. Жалпы бұл белбеуге кім лайық деп есептейсіз? Әлде өзіңіз ба? Екеуі де лайықты. Екеуі де біраз жекпе-жек өткізді Найзада. Екеуі де жас, екеуі де мықты жауынгер. Енді бұл жерде кімнің шыдамдылығы мықты сол жерде бұйырса.
Енді Тимурға қолдау білдіремін. Қолдайсыз. Иә, Тимурды қолдаймын. Ал өзіңше арманда кетті ма бұл? Өзім арманда кетіп тұр ғой сол. Найзан пояс. Негізі Донченкомен төбелескен кезде сол менде мүмкіндік болған найзан поясын алуға. Сол енді әлі де бар. Енді үміт. Бірақ енді егер Тимур поясты алса, жекпе-жек өткізбеймін Тимурмен. Неге? Ініңіз ба? Ол ініміз, иә, өзіміздің бауырымыз. Мен найзада айтқам, қазақтың балдарымен төбелеспеймін деп. Ойланған кезде Донченкомен кездесуге түсерде 30 минут ойланыпсыз ғой? Маған звондады. Иә. Мен Асығыстық шешім. ағайыма звондадым. Мен асығыстық болғанда енді мүмкіндік беріліп тұр, ондай возможность жібермейін деп қабылдадым. Тренермен ақылдастым. Мен тренерім айтты, Рүстем ұрып алуға болады деді. Смело ұрамыз деді. Солай настрой салдық. Бірақ енді тренерім ол кезде геймплан, егер ол рукпаға кірмесе, төбелеспесе, қашып жүретін болса, Рүстем деді, жекпе-жек 5 раунд болады деді. А егер күресі бүйтетін болса, жекпе-жек бірінші, екінші раундта бітеді деді. Либо ол, либо сен деген сияқты. Сөйтіп жекпе-жек бірінші раундтан бастап, ол қашып жүрді өзі, төбелеске кірмеді. Сосын мен де түсіндім, жекпе-жек 5 раундқа дейін созылатынын. Сонда сол үшін менен екінші, үшінші раундта шаршап, беріліп төбелеспедім ол жекпе-жекте. Неге? Өйткені 5 раунд шыдау керек болды маған. 5 раундтық жекпе-жек болғаннан кейін енді азақ уақыт дайындық болды, менде 2 апта дайындық болды. Нокаутпен құлатпадыңыз ба? Әдеттегідей. Енді нокаут ол жекпе-жекте көрсеңіздер, оң қол тұрсам, сразу соң басым былай қашады, еңкейіп қалады деген сияқты қашып жүрді. Мықты қарсылас екен. Чисто клинчта енді қарсылас жақсы, басы қатысы дейді, сондай. Енді жекпе-жектен кейін айтты, өзі де мен сенен қатты қорқып жүрдім, қатты сақтандым деп ше, жаңағыдай құлап тастайтын мүмкіндікті. Бірақ енді бір удар тиді, содан кейін ол былай қашып кетті. Сондай. Яғни қатты дайындалмадыңыз және ол кезде сізді басқа нәрсе мазалап жүрді ма? Сонда толықтай жекпе-жекке беріле алмауыңыздың себебі неде болды? Енді дайындық дұрыс болмады. Ол кезде жұмыс істеп жүрдім Алматыда. Қайда жұмыс істеп жүрдіңіз? Сол өзім жаңа ағаларымның қасында, сол кісілердің қасында. Тренировка ол кезде күніне 1 рет сондай, или аптасына 3 рет деген сияқты. Сол жекпе-жекті қабылдағаннан кейін бастап Таразға барып дайындалдым. Сол 2 апта. Сол 2 аптаның ішінде дайындығым, салмақ бәрі сол 2 аптаның ішінде. Бір әңгімеңізде жеңіліс те керек депсіз ғой? Иә. Не үшін керек болды сізге жеңіліс? Не түсіндіңіз? Енді ол бұрын Алашбайда төбелескен кезде өзім андай чересчур самоуверен болып кеттім. Өзім қатты сеніп, соперниктердің бәрін шыққан ұрып құлатып, сөйтіп жүрдім. Одан кейін ойладым, маған қарсылас болмайтын шығар деп. Сөйтіп бір кезде Алашбайда Шымкентте болған жекпе-жек. Бір өзбектің жауынгерімен төбелескен. Бірінші раунд ұрып береді, сосын бірінші раундтың ортасында аяқ қолым бәрі тырысып, андай дұрыс не қылмай, кислород жетіспей, бірінші раундтың ортасынан бастап өзім таяқ жегем, сөз ұтылып қалғам. Сол кезде түсіндім да андай менсінбеушілік деген нәрсе болмау керек деген сияқты. Қатты сенім болып кетті дейсіз ғой, а? Чересчур өзіне қатты сеніп кеттім. Өзіңіз көбінесе нокаут жасайсыз ғой. Карьераңызда қанша нокаут бар? Санап көрдіңіз ба? Карьерамда ма? Почти сол 1, 2, 3 бой мен жаңа судейский решениеға жеткен, қалған бәрі нокаут. Өзімде технический нокаутпен ұтылғам. Қалған бәрі нокаут қой почти. Жалпы өзіңіз енді көбінесе көшеде төбелесіп жүрдім дедіңіз. Енді ол жерде 2-ақ минут төбелесуге үйренгенсіз. Кейін бір ММА-ға оралған кезде бірнеше раундтық жекпе-жектер өткізу сізге қиын болған жоқ па? Жоқ, қиын болған жоқ. Нормально. Енді көшеде болғанда ол енді баяғы мектеп кездері, сол кездерде ол. Қалай? Мектеп кездерде болған ғой, енді Таразда. Жігіт болғасын, төбелесіп қаласың, сондай. Жақсы. Құрметті көрермен, дәл қазір эфирде жарнама, бірер минуттан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Рүстем мырза, өзіңіз сол Донченкомен кездесуден кейін
Донченкодан ұсыныс алыпсыз, яғни сізді Таиландқа оқу жаттығу жиынына шақырыпты. Неліктен бас тарттыңыз? Ол бойдан кейін айтты, Рүстем, Таиландқа кел, билетімді алып келсем болды, өзім бәрін көмектесем деп. Неге бармай қойдыңыз? Намыс па? Жоқ, намыс па дегенде. Енді болашақта ой бар, ойға барып дайындалуға, жекпе-жек өткізу, сояқта жекпе-жектерге дайындалуға. Сол. Пока что ойда жоқ ойға баруға. Қазір Қазақстанға дайындаламыз. Неге? Енді жұмыс бар, отбасы деген сияқты. Қазіргі таңда жекпе-жек қабылдап жатсаңыз, жұмысыңыз кедергі болмай ма? Жоқ, жұмыс кедергі болмайды. Жұмыста жекпе-жекке дайындалуға, дайындыққа жібереді өздері қолдайды, өзім ағаларым, жаңағыдай. Өзім бастығым, Биг Босс Джамил деген өзім бастығым, Ануар деген ағам, өзім сол кісілер. Жекпе-жек десем болды, олар любой нәрсені, витамины бар, несі бар, бәрін қолдайды. Қаржылай жағынан қолдау көрсетіп отыр. Қолдайды. Яғни сізді қолдайтын меценат ағаларыңыз бар, иә? Бар. Керемет, көп спортшыларда осы жағы қиындық туғызып жатады ғой. Спортсмен болсын, енді олар көбісіне жұмыс жоқ. Олар чисто жекпе-жекке дайындалады. Егер жұмыспен жекпе-жекті алып жүр, кішкене қиындау. Уже үлкен ареналарда жекпе-жек өткізетін болсаң, чисто дайындық өткізу керек, сбор өту керек деген сияқты. Мысалы, шетелдерге барып дайындалу керек. Қазір бәрі Америкаға, Таиландқа, Дагестанға барып дайындалып отыр ғой. Солай. Уже серьезный жекпе-жек өткізу үшін солай дайындалу керек. Уже бастапқыда жұмыс істеп, жаттығу жасап, төбелесуге болады. Басында уже дебютант болып жүрген кезде, ал уже өскен сайын қарсыластарың да мықты болады. Сен уже баяғы дайындықпен олармен төбелесе алмайсың. Олар сенен бәрібір бір-екі мықтырақ болып тұрады, басым тұрады сенен барлық жағынан. Сол үшін жаңа шетелде сбор өтсең, сборда тек қана сенде жаттығу болады. Азанда, кешке, түсте деген сияқты 2-3 мезгіл дайындық болады. Сен жұмыс деп, анау деп, басыңды ауыртпайсың ол нәрсеге. И жекпе-жекке де мықты дайындықпен келесің, уверенно боласың, жеңетіндей сондай дайындықта тұрасың. Яғни мықты қарсылас берілген кезде сіз дайынсыз. Мен дайын. Шетелде оқу жаттығу жиынына баруға, иә? Шетел болсын, Қазақстанда болсын. Мен өзім енді жекпе-жегімнен басынан бастап, дебютант кезден бастап, вообще мүлде қарсылас таңдаған емеспін. Маған андай әлсіз қарсылас беріңдер, или анамен шықпаймын деген сияқты онда болған емес. Бәрі мықты, жақсы, қатты төбелесетін сайпингтермен төбелескен. Сізді бапкеріңіз Дархан ағай жаңағы айтқан сөзінде тұрады деп айтты, яғни мақтады. Одан кейін жауапкершілігіңізге қатты қызыққан екен, ең алғаш көрген кезде. Енді кейбір сарапшылар сізде дисциплина жағы ақсап жатады дейді. Ал өзіңіз не деп айтасыз? Енді дисциплина жағы болған, білмеймін, мен Дархан ағай, мысалы, жекпе-жекке дайындалған кезде, маған айтады, Рүстем, қалай не қыламыз, қалай дайындаламыз, қалай ұрамыз деген сияқты. Енді ағайға айтам, ағай, былай ұрамыз дейін, солай ұрып шығамыз жекпе-жекте. Енді ағайға қалай айтсам болады, өзім уверенсің, нем ағайға не қылады да, сол жаққа жаңағыдай. Сұрақты ұмытып қалдым. Жалпы былай ғой сұрақ. Дархан ағай сізді алғаш рет көрген кезде жаңағы айтты, істейді деді, соныңызға қызыққан екен қатты. Яғни жауапкершілігіңізге қызығып тұр ғой. Ал енді кейбір сарапшылар сіздің жекпе-жектеріңізге қарап отырып, дайындығыңызға қарап отырып, дисциплина жағы ақсайды дейді. Өзіңіз не дейсіз? Дисциплина, дайындық, білмеймін, бізде дайындық бәрі жақсы өткен. Барлық жекпе-жекке. Соңғы Алашбайда защита қырғызбен төбелесетін кезде, ол кезде ауырып шықтым жекпе-жекке. Көбісі айтатын шығар, может функционалдық жаңағыдай выносливость жетпейтін шығар, шыдамдылық жетпейді деп содан кейін айтып жататын шығар. Мен өзім ондай зрелищный төбелескен жақсы көремін. Өйткені бойға шыққан кезде полный бірінші раундтан бастап өзім барын салам. Өйткені елге көрерменде қызық болсын деп. Сонда қызық жекпе-жек өткізген өзіме ұнайды. Сол үшін шаршап қалатын шығармын.
өзіңіз 2023 жылы Алаш Прайд лигасында чемпион атандыңыз. Бұл белбеуге қол жеткізу жолы қалай болды? Белбеуге қол жеткізу Иә. оңай болған жоқ. Не болса да белбеуге қол жеткізу үшін бірнеше жекпе-жек өткіздім Алаш Прайдта. Дебют мен 2021-де Тұран Орда FC деген сол лигада төбелескен. Қазіргі Алаш Прайдтың президенті Әлімжан Бектаев, солардың лигасы Тұран Орда. Сол жақта дебют өткіздім. Өзбек жауынгермен 1,5 минутта қорқындырып тастадым. Одан кейін барып, екінші жекпе-жегім Алаш Прайдта өтті. Алаш Прайдта Түркістанда болған кезде өтті. Сол кезде тоже өзбек жауынгері. Оны тоже бірінші раундта нокаутпен жеңдім. Нокаут или технический нокаут. Сол одан кейін 4-5 жекпе-жек өткізмеймін сол поясқа дейін. Қырғызбен төбелестім. Сосын Аділ Боранбаевтың орнына заменге шықтым Алматыда болған кезде. Аділ Боранбаев поясқа Висқан Қадыровпен төбелесу керетін. Сол кезде Аділ Боранбаев өз травма қалды ма, сонда бір жағдай болып қалды. Мен Сымко Сануев деген қырғыз жауынгер, жақсы жауынгер, қазір жас бала, қазір жақсы келе жатыр ол. Сонымен жекпе-жек өткізуім керек болатын. Сол кезде маған звондады, уже біз Алматыға шығып барадық жолға. Ертең жекпе-жек, 2 күннен кейін жекпе-жек. Тренерім звондады, Рүстем, что там главный бойға желание бар ма деді. Ағай, смело дедім, сіз давай десеңіз болды. Болды онда, сен давай онда төбелесейік сонымен. Болды дедім, ағай төбелесейік. Главный бойда сол Висқан Қадыровпен төбелестім. Ол кезде төбелес 10 секунд болды. 2 күн бұрын естідіңіз, аз уақытта дайындалдыңыз. Он негіз Висқанға сол 2 күн бұрын айтты маған. Шығасың ба деді, шығам деді. Не деген сенімділік сізде? Білейін, айтады бізде қазақ атам соғыстан қашпаған, жаудан қашпаған, жау қайда деген сияқты. Одан кейін қырғыз жауынгеріне сіз белбеуді беріп жібердіңіз. Иә, беріп жібердім. Нағашыларыма. Алаш Прайд лигасына кетуіңізге не себеп болды? Неге есені қайтармадыңыз? Алаш Прайд лигасына кетуге енді ол өз ара, өзімізді әңгіме. Сол Найзада да төбелескім келді. Төбелесіп көргім келді, содан кейін Найзаға төбелестім. Түсінікті. Құрметті көрермен, ендеше дәл қазір жарнамаға уақыт береміз. Өздеріңізбен бірер минуттан кейін қайта қауышамыз. Сонымен Алаш Прайдтан кеттіңіз. Найзаға келдіңіз. Ал жалпы сіз 2 жыл бұрын Абу-Дабиде жекпе-жек өткізгенсіз. Ол жерде де бір 3 секундта жеңіске жеткен екенсіз. Қазір таңда шетелдік лигалардан ұсыныстар түсіп жатыр ма? Сол уақытта сіз сұхбат бергеніңізде шетелдік лигадан ұсыныс күтіп отырмыз деген едіңіз. Неліктен болмай қалды? Негізі Абу-Дабиде, сол Абу-Даби UAE Warriors деген лига, сол арабтардың өздерінің лигасы. Сол жақта 2 жекпе-жек өткіздім. Біреуінде ұтылып қалдым, біреуінде жеңдім. Одан кейін сол кетіп бара жатқан кезде, сол жақта 2-ші жекпе-жек өткізіп, кетіп бара жатқан кезде, сол лиганың президенті келіп айтқан, good fighter, анау мынау, короче, мықты боецсың, давай тағы бір жекпе-жек өткізесің, тағы бір бой береміз деп неған. Содан кейін айтты, сөз берді, бірақ хабарласпады одан кейін. Сөзіне тұрмады? Иә, сөзіне тұрмады. Ал қазір ше? Қазір енді күтіп жатырмын енді жекпе-жектері. Қай лигадан ұсыныс келді? Айтыңызшы. Ұсыныс болғанда өзіміз неге RTC-ға жеріп көрдім. Осы 3-4 күн бұрын. Егер олар қабылдаса, я десе, контракт жерсе, осы айдың 28-і RTC-да төбелесу мүмкін. Керемет. Егер жоқ дейтін болса, онда өзіміздің қазақстандық лигаларда Алаш Прайдта келесі айда жекпе-жек өткізу мүмкін. Қазір тренерім сөйлесіп жатыр, жаңа Әлімжан ағалармен, сол лиганың президентімен. А жалпы негізгі мамандығыңыз қандай сіздің? Негізгі мамандығым физрук. Негізгі мамандығым физрук. Бір сұхбатыңызда мен тұрақты жұмыс істемеген адам депсіз. Құрылысшы болып істегенсіз, такси жүргізушісі болыпсыз. Сол кездерде еске алыңызшы?
құрылыстан қалай сіз кәсіби спортшыға айналып кеттіңіз? Енді ол кезде 2018 жылдары, 2016 Астанаға келгем. Сол кезде корейский компанияда Хайвул деген сол жақта жұмыс істеп жүрмін, фасад үйдің сырттарын сондай. 2 жыл істедім ғой. Иә. Сол кезде 2018-де сол кезде енді Инстаграм деген шыға бастады. Төбеттің нелерін көретін Инстаграмнан. Сөйтіп өзім баяғыдан арманда жүргем. Бізде Таразда Евгений Егенбердиев, Ермек Тұлауов деген кісілер Алашбайда төгіліс жүрген ол кезде. Арман Успановтар, сол кезде соларды көріп жүретін. Сөйтіп бір Алашбайдың футболкасы, шорты болса екен деп жүретін сондай. Сөйтіп осы жақта жұмыс істеп жүрдім Астанада, жаңағыдай фасадта. Кейін Төбетке барып бастадым сол кезде. Айына ақша төлеп, сөйтіп қатысып жүрдім. Өзіңіз бардыңыз, иә? Өзім, сөйтіп 2 айма дайындалып жүрдім. Сонымен Таразға кетіп қалдым. Не болса да, енді Таразда ондай Тараздың атынан шығайын деп, сөйтіп Таразға ауысып кеттім. Таразға қайтып. Сөйтіп сол жақта Тараз топ тим деген Серік Лекиев деген тренер, сол кісіге бардым. Сол кісі дайындады басында. Сол кісіге қатысып үйреніп жүрдім. Сөйтіп чемпионат облыс болды 2018-19-да. Сол кезде төбелестім, кейін рукопашкадан төбелестім, қоян қолтық жекпе-жектен, соған төбелестім. Енді басында ұтылып сөйтіп жүрдім ол уақытта да. Кейін Ерлан ағайға бардым одан кейін. Тоже Тараз топ тим деген тренер болды, Ерлан Сенбеков Ерлан деген. Сөйтіп жүрдім. Кейін Ермек Тұлауовқа, өзіміз ағамызға грэплингке барып жүрдім сол кісіге. Сөйтіп барып жүрдім, сонымен Ермек айтты, Рүстем, бізде Таразда Гладиатор деген клуб бар ғой, профессионал боецтер дайындалады. Сорға барсайшы, жаңағыдай өзің сияқты салмақта үлкен балдар бәрі бар, про боецтер деді. Сөйтіп сол жаққа бардым, Дархан ағайға, сол клубқа. Ары қарай карьераңыз басталды. Иә, сол жақтан басталды. Яғни құрылыс істеп жүрген кезде бір өзіңіз іштей сездіңіз ба, сізден кәдімгі кәсіби спорт шығатынын? Сенген өзімде просто қалай айтсам желание болды жекпе-жектерге прям. Енді былай күткен жоқ мен негізі. Еще кішкене қиындау болды. Енді былай көшеде төбелескен кезде қорықпайсың еш нәрседен. Рингке кірген кезде кішкене мандраж болып, аяқтарың дірілдеп деген сияқты. Енді бірінші жекпе-жектерде сондай болды. Иә, қобалжу деген сияқты болды. Көрерменнің айқай-шуын естіген кезде қандай күйде болдыңыз? Көрермен айқай-шу мені қуаттандырады қайта. Заряжать етеді. Көрермендер қолдаған кезде прям бір андай делебеңіз қызады. Түсінбедім. Делебеңіз қызады. Адреналин жостық, адреналин болды, өзің бір қатты мықты сезім кетесің. Керемет. 2-3 адаммен төбелесетіндей күш пайда болды. Одан бөлек сіз енді әңгімеңізде көшеде төбелестім деп жиі айтып отырсыз. Сол көшедегі төбелесті қоюға не себеп болды? Бір адамды қатты жәбірлеп жүруге дейін барған екенсіз. Сол рас па? Содан кейін қойдым депсіз. Жоқ. Қалай болды? Жәбірлеп жүру деген жоқ, ондай болған емес, жәбірлеу деген. Неге қойдыңыз енді? Жоқ. Енді өзім досым дегенде класстасым ғой. Екеуміз енді ойда жоқ ерегісіп қалдық. Сонымен солмен бұйырғам ғой. Сонымен талып қалды. Содан кейін басталып жай көшеде төбелеспейтін болдым. Ол кісі аман ба? Аман есен. Аман есен. Ол талып қалды, сосын сұрайды, не болды маған деп. Турниктен құладым деймін ғой. Айтпай қойдыңыз. Иә, сол айтады. Қалай турниктен құладым? Мен вроде турникке жақындаған жоқ сияқты едім ғой дейді. Мен айтамын, өз андай бір армейский подъем деген ма, бір нәрсе бар. Сондай жақсы еттім солшы. Сөйтіп соны айтамын, сондай нәрсені көрсем дедім, қолым тайып кетті, құлап түстім деймін ғой. Сөйтіп ол сеніп қалды маған сол кезде. Кейіннен кейін больницаға жатып, жаңағы жеміс-жидек, дәрі-дәрмектерін апарып беріп, сөйтіп не қылып жүрдім. Бір күн барсам, маған бүйтіп ренжіп тұр, бүйтіп қарамайды, бүйтіп теріс қарап алған. Не болды сен? Мен сен ұрған екенсің ғой. Сөйтіп осылай болды деп айттым, сонымен ренжіп не болды, айттым, кешірім сұрадым, кешір деді.
Сол кезде өзіңіздің күшіңізді түсіндіңіз. Басқа ортада төбелесу керек екенін ұқтыңыз, иә? Иә, ол кезде енді білмеймін, мен спортқа содан кейін, енді именно содан кейін деп айта алмаймын, бірақ өзім қызығып жүрген спортқа. Іште қызығушылық болды. Ал бала кезден спортқа баруға не кедергі болды? Ақша жағы ма, бала әлде кезден өзім әр спортқа енді бір нәрсеге тұрақты емеспін. тұрақсызсыз Иә. өмірде? Спортқа неше түрлі спортқа барам, мысалы футболға барам, бапкерлер көреді, ой жақсы ойыншы шығар, сен анау бір екі апта қатысам да кетіп қаламын, боксқа барам, бокста өзім көрсетемін, ой сен жақсы боксер боласың деп мақтайды. Сөйтіп одан кетіп қаламын, күреске барам, күресте де жүремін, ой сен мықты күресетін сияқтысың деп. Сөйтіп одан да кетіп қаламын, сөйтіп бір күні көшеде жүріп талға секіріп мойын жүргенмін. Бір кезде бір таэквондист па, бір тренер кетіп қалды екен, көрді, тағы істеші деді, тағы сен ертеңнен бастап біздің залға келші таэквондоға деді, сен мықты жотасың, жақсы спортшы шығасың. Ағаштарда секіріп жүрдіңіз, иә? Иә, сөйтіп таэквондоға бардым, ол жақта да сол 2-3 апта қатысып сөйтіп одан да шығып кеттім. Неге шығып кете бересіз? Білмеймін, сол велоспортқа бардым. Велоспортта жүрген кезде бір тренер келді, жүрші деп шақырып алып кетті мені жерден. Барып, бір темір андай ауыр атлеттің тренері екен, сөйтсем, келеді дейді, темірді көтерші дейді. Көтеремін дейді, 2-3 мәрте былай көтер дейді, былай көтеремін сөйтіп, о сен жота мықты, сен давай ертең бастап сен маған қатыс дейді ғой. Сен велоспорттан кетіп қалып, оған 1-2 күн келдім, одан да кетіп қалдым. Өзіңіз іздеп жүрген екенсіз ғой? Иә, сол негізі сол 2012 жылдары сол Федор Емельянкалардың жекпе-жектерін көріп қызығатын, қатты қызығатын сол жекпе-жектерге. А жалпы бұл тұрақсыздық өмірде көп кедергі келтірді ма? Тұрақсыздық? Енді тұрақсыз дедіңіз ғой. Енді спортта келген кезде енді кезінде сондай болған шығар. Қазір жұмыс істедіңіз, иә, онымен? Жұмыста да бір жұмыс істей алмайтын негізі. Сондай. Қазір нормально. ММА спортын таңдауыңыздың себебі ақша болды ма, әлде атақ болды ма? ММА-ның негізі Алашбайдың шорт футболкасы болған. Таңдау. Мәссаған, қарапайым киімге қызық барып, қазір қандай деңгейге жетіп отырсыз? Өзіңіз таңғалған шығарсыз, иә? Таңғалдым, иә. Кім сенді? Өзім сенді. Маған үйдегілер де негізі айтатын, енді байтам айтатын, телевизор көріп отырамыз ғой, енді көресік ора мен не істеу білсем деп, жаңа Арман Оспановтар, басқа шетелдің байыстарын бәрін көрсетіп отырамын ғой. Мен де төбелесем деп сөйтіп, ой жоқ, бұлар мықты ғой деп айтатын, маған сенбейді маған. Ой жоқ, бұларың қайда, бұларың күшті ғой, мықты ғой деп. Ал енді кейін белбеуді алып келген кезде не деді? Енді белбеуді емес, бірақ уже жекпе-жек серьезно қатыса бастағаннан кейін, жекпе-жекті өткізе бастағаннан кейін сеніп, әрдайым қолдап жүрді, қолдайды. Чемпион болған кезде қуанды, бәрі аэропорттан күтіп алды. Оркестрмен өлең айтып. Керемет. Отбасыңыз, яғни жекпе-жектеріңізді қарап отыра ма? Білмеймін ол жағын. Бірақ көре алмаймыз деп айтады. Көре алмайды. Иә, жекпе-жегін сұрап отырамыз, жеңді ма, не болды, қалай болды, бірақ көрмейміз дейді. Ол жекпе-жек өтіп болғаннан кейін барып, повтордан ютубтан сөйтіп көретін жер. Өзіңіз жекпе-жектеріңізді қарайсыз ба? Соңғы кездері қарайтын болдым. Алға дейін? Алға дейін қарамаған. Енді жекпе-жек өткізгеннен кейін қараймын, өзім қателіктерімді қараймын. Сізге UFC белбеуі, Беллатор белбеуі арманда кетті ма, әлде де ойлап қоясыз бұл туралы? Өзім Беллатордың поясын армандап жүрген. Беллаторда төбелескім келетін. Сол. Арманыңыз үшін не істеп жатырсыз? Еңбек етіп жатырмын арманым үшін. Бұйырса, өзім кеш бастағаннан ештен кеш жақсы деген сияқты. Енді Аллахқа соның бәрі болатын шығар. UFC-де пояс былай қарағанда армандайтын нәрсе емес, соған еңбек етсең қол жетуге болады, ол нәрсенің бәріне. Бірнеше лигаларда өнер көрсеттіңіз ғой. Чемпион болдыңыз, артынша одан айырылдыңыз, енді бәрін көріп келе жатырсыз. Қандай ой түйдіңіз? Ой түйгенде қайтсам болды. Енді чемпион болдым. Кішкене түсінбей қалдым. Жалпы өмірде жаңағы армандап арманыңызға жеттіңіз, чемпион болдыңыз, артынша белбеуді беріп жібердіңіз, жеңісті де жеңілісті де көрдіңіз ғой. Қандай ой түйдіңіз деймін да? Енді
бәрі өзің көздеген мақсатына жету, еңбек ету, сол жеңілсе қатар жүреді дейді. Бірақ шындалып жақсы жаттығу жасап жүрсең, бәрін жеңуге болады. Тек қана еңбек ету керек. Сол. Ал жалпы осы күнге дейін спортта өмірде жасаған үлкен қателігіңіз еске түсіре аласыз ба? Спортта? Иә. Спортта жасаған қателіктер өзім андай ауырып тұрып, жекпе-жек өткізуге болмайтын жағдайларда өткізген, солар қателіктер деп ойлаймын өзім. Дайындықсыз шығу деген сияқты. Ал өмірде ше? Қандай да бір өкініш бар ма? Өмірде өкініш жоқ. Қателіктер болды ма? Қателіктер болды, бірақ өкініш жоқ. Жақсы. Өзіңіздің жеке өміріңіз туралы білгіңіз келіп отыр. Өмірлік жарыңызды өзіңізге қалай ғашық еттіңіз? Сіздің сол бір төбелесіп жүргеніңізге қызықты ма? Қалай болды? Қалай қабылдайды жалпы? Қабылдағанда, ол кезде Чимкентте как раз дебют өткізген. Сол кезде жолыққам. 2 рет көрдім ғой. Өмірде 2 рет жолыққан кезде қолын сұрап, тұрмысқа шығасың ба деп қабылдады. Қалай түсіндіңіз сонда 2 рет өз адамыңыз екенін? Білмеймін, мен өзіммен көп анама ұқсайтын сондай қыз армандап жүргем. Сол ол да барлық жағынан анама ұқсайды. Түріне дейін, бәрі қылықтарына дейін әйтеуір ұқсайды. Төбелестеріңізді көреді ма? Төбелесем деген кезде жақсы қабылдады ма? Төбелесем деген кезде енді басына түсіндіріп айттым. Спортсменмін осындай деп. Мақтандыңыз ба? Мақтанған жоқ. Мақтана алмаймын. Сөйтіп қабылдады. Керемет. Қазір енді өзіңіздің балаларыңызға ММА-ға баруға кеңес берер ме едіңіз? Өзім балама ма? Енді өзі қалап тұрса беретін едім. Өзім негізі еркін күрес болмаса дзюдоға бергім келеді. Неліктен? Маған ұнайды. Еркін күрес ұнайды. ММА неге ұнамайды? Өзіңіз жүрсіз ғой? Жоқ, ММА да ұнайды ғой. Енді көп травма деген сияқты. Сіздің досыңыз Қаршыға Дәуітбек Жапониядағы Райзен лигасында титулға үміткер. Достықтарыңыз қашаннан басталып еді? Ол 2 жыл болды. 3-4 жыл болды. Сол Қаршыға мырзамен өткен бір қызықты оқиға болса айтып көрсеңіз. Бір рет Чимкентте болатын турнир. Қаршыға айтады, звондап тұрады, қалай жағдайың қалай, денсаулығың қалай, салмақ қалай болып отыр, не болып отыр деп. Сөйтіп бәрі нормально деп айтамын оған. Осындай уақытта ұйықта, түнде бүйтпе, сөйтпе, былай короче, бәрін айтып отырады, түсіндіріп. Иә деп тыңдап не қылып жүрмін. Сөйтіп таразда салмақ қуып жүргем. Бір фитнес залға барам. Соқта фитнес тренер. Айтамын, сұрап отырмын, сен тренерсің, қандай тамақтар жаңағыдай салмақ қоспайды, бүйтпейді сұрап отырамын. Сөйтіп маған айтады, творог, финики жесем болады, орешки, анау дейді. Сөйтіп барамын, өзім финики жақсы көремін, құрман. 1 килома жарты сатып аламын. Сөйтіп соны жеп жүремін, 2 күн ба, сондай 1 килодай ма, сондай жеп қоямын. Сөйтіп Қаршыға звондайды, салмағың қанша болып тұр деп. Ол айтады, сен салмағың бүгін осындай 70 или 71 осындай болып тұру керек дейді ғой. Мен иә, сондай болып тұр деп қоямын, бірақ салмақ 73 болып тұр. Чимкентке барамын, весіға тұршы дейді, тұрамын, салмағым 73 болып тұр. Не жегенсің дейді, осындай құрма жедім деймін, сен қуасың ба деп. Сен бүйтесің ба, қиналасың, жорстко айтып отыр, сен болды, сен қиналасың, бірақ істеу керек салмақ дейді. Құрма деген денеде су ұстап қалады, бүйтеді. Сөйтіп Берік деген досым бар. Соның үйіне барады. Берік айтады, Берік нан қазір 200 грамм су бер, 300 грамм тауықтың етін бер, одан басқа ештеңе берме дейді. Сөйтіп сен азына салмағың осындай болып тұру керек дейді. Сөйтіп Беріктің үйіне барамыз. Стакан су, жаңа тауықтың еді. Сөйтеді, соны жеймін. Ұйықта дейді, ұйықтаймын, азына келемін, салмағым түсем. Тура Қаршыға айтқанда салмақ сонда болып тұр. Сол. Сонымен 1 килограмм құрман жеп тастадыңыз. Құрман жеп тастағансың. Қаршыға Дәуітбек туралы айтып беріңізші, яғни сіздің бапкеріңіз де болып жатады, досыңыз да, жанашырыңыз. Енді ол көп күліп, андай көп адаммен араласпайды, кішкене тұйықтау, бірақ залға да андай дисциплинасы мықты.
тек қана өзім уақытпен немен тамақ ішкенде де екеуміз тамақтануға барамыз. Ол тек қана өзінің жейтін нормасын алады. Мен первый, второй салат, еще тәттісімен бірге алып аламын ғой, десертімен бірге. Ол маған қарай таң қалады, короче. Басында айтпайтын, кейін айтты ғой, Рүстем деді ғой, сен... Қой деді ма? Иә, қойсай деді ғой, мынандай тамақ жеген чересчур деді ғой. Қазір қойдыңыз ба? Иә, қазір қойдым, ондай көп тамақ жемеймін, бірақ жеп тұрамын. Жақсы, Рүстем мырза, осындай шынайы ашық сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Жекпе-жектеріңізді күтеміз, жеңіс тұғырынан көріне беріңіз. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Айта кетейік, бағдарлама демеушісі Олимпет келесі шығарылымда кездескенше.